Сол бір тұста Алматыда қалың тұмау өршіп тұрған. Бізді қойып Мәскеудегі Брежневтің өзі тұмаудан қажып, КСРО ғылым академиясының президентін шақырып алып, гриппке қарсы бомба ойлап табыңдар деп бұйырыпты деп естіген кезіміз. Бір уақытта мұрным біте берген соң қалтамнан бет орамалымды шығарып едім. Мұқағали аға байқап қалып, орамалың жақсы екен, қайдан алдың деп сұрады. Оның дардай басымен қайдағы бір түкке тұрмайтын бет орамалға көзі түскеніне таңырқап. Осы жолы ауылға каникулға барғанда бір нағашымыз қайтыс болып, жаназада жыртысқа тиген дедім. Қаншаға келіп еді? 104-ке келіп қайтты дедім мен. 104-ке деймісің? Апырым-ай, ұзақ жасаған екен, алжымай өлді ме? Деп Мұқаң ынтыға түсті. Жоқ, алжымай өлді. Оны 100-ден асты деп ешкім де ойлаған жоқ. Өйткені өлгенше ауланың қарын күреп, сыпырып, сиырып, тыпыңдап, тыным алмай жүріп, ауырмай, сырқамай жүріп кетті. Пысық шал болатын, дедім. Қане, бере тұршы деп Мұқаң қолын созды. Ұстата бердім. Бет орамал дегенім ағзу шыт матаның қиығы болатын. Әдемі теңбілдері бар. Мұқағали оны қолымен аялай ұстап, бетіне, маңдайына тигізіп, умаждай қойды да. Әй балдыз, мен кейінгі кезде өліп қаламын ба деп, әлденеден қарадай қорқып жүрмін. Сен мына орамалды маған бер, ырым болсын. 100 жасаған нағашыңның жасын берем екен, ал сен менің орамалымды ал, айырбастайық, жассың ғой. Алдымен менің жасыма жетіп ал, арғы жағын тағы көре жатарсың деп, қалтасынан өз орамалын суырып алып, маған ұстата салды. Шыты шылқылдаған тер екен, бірден қалтама сүңгіттім. Біраз уақыттан кейін үйге қайтып келе жатып, тұмаудың кесірінен тағы да мұрнымды сүртуге тура келді. Қалтамнан алып шыққан шыт орамалды тұмсығыма апарар-апармастан бірден тыжырындым. Ащы тердің қоңырсыған күлімсі иісі мүңк етіп, қолқамды ұрды. Өзі шылқ-шылқ. Кірпияз емес едім. Сонда да болса, жағымсыз жат иісті жақтырмай жиіркеніп, жолға лақтырып жіберіп, кете бардым. Күндер өтті. Бірде жазушылар одағында жарасқан Әбдірашевті күтіп тұрсам, бір сақалды орыс маған қарап, сен кімсің деді. Мен ақынмын дедім шіреніп. Қандай ақынсың? Мықты ақынмын. Атың кім сенің? Ұлықбек Есдәулетов. Ондай ақынды естімеппін. Естімесең, естисің. Ал мен сенің ақындығыңды бірден тексере аламын. Қалай тексермексің? Мен орысша жазбаймын. Түкті де түсінбейсің ғой. Қазір менің бір досым осында келуі керек. Соған тексертемін. Ол бәрін дәл сынайды. Ол кім? Келгенде білесің. Өзің кімсің? Ақын Сергей Киселевпін. Тоқта, сен Өскеменненсің ғой. Естігенмін. Екеуміз жерлеспіз. Мені білемісің? Деп сақалды орысым кәдімгідей қуанып қалды. Сосын, міне, менің әлгі айтқан досым келді деді. Қарасам, келген Мұқағали Мақатаев екен. Мұқағали досым, деді Сергей. Мына жас жігіт мықты ақынмын дейді. Сынап берші. Сен, Сергей, әлі күнге дейін Ұлықбекті танымаймысың? Мен оны білемін. Балдыз, сен сыйлаған орамалды мен әлі сақтап жүрмін. Міне, көрдің бе деп, ол ақшұбар бет орамалды қалтасынан көлең еткізіп суырып алды да, менің саған берген орамалым қайда? Деп сұрады. Мен оны деп күмілжіп барып, лақтырып жібергенмін деп айта қала жаздап, басқа киімнің қалтасында қалдырып кетіппін деп құтылдым. Несіне лақтырдым екен? Осы ой мені әлі күнге дейін мүжейді. Тым болмаса жуып алуға болар еді ғой. Ақын аға қайтыс болғаннан кейін 7-сі өткен күні күйіктен ішкен оның досы Сергей Киселев Мұқағали постой деп айғайлап биік балконнан секіріп өлді деп естідік. Әңгімені жазған ақын Ұлықбек Есдәулет.